Білмеймін, 2-ші сынып па, 3-ші сынып па, 4-ші сынып па, қолыма бір мектептің кәдімгідей оқушының тұқыл қарындашын ұстап, оқушылық дәптерді алып, ешкімнің бұйрығынсыз, ешкімнің тапсырысынсыз бір өлеңдерді шимайлап жазғаным есімде. Дәл қай жас екенімді айта алмаймын. Егер тырнақша ішінде өлең дейтін болсақ, сіздің сұрағыңызға сай алғашқы өлең сол болатын шығар. Алғашқы оқырманым өзім деп айтамын мен. Алғашқы оқырманым өзім, мен. Жалпы өзіңнің шығармашылығыңды, өзіңнің өлеңіңді алдымен өзің синтездеп, өзіңнің биігіңнен, өзіңнің ішкі әлеміңнен өткізіп барып жариялау сол дұрыс шығар. Сондықтан да мен өзі өлеңді жаза салып, бірден желіге жүктеп, болмаса газет журналға апарып көрмеппін. Ең алдымен сол ішімде болады, ішімде жатады, өзімен қайнаумен болады. Сондықтан әрдайым мен алғашқы оқырманым өзім деп айтам. Біз енді ауылда Алтайда жүргенде өзінше жақсы орта болды, кіші болсын, үлкен болсын. Біздің әдебиет мұғалімдарымыз Ерболат Төлеухан, Құмарбек Жуанған, Жеңіс Орынбай деген үлкен Қытайдағы қазақ әдебиетіне белгілі кісілер болды. Сол кісілердің тәлімімен, сол кісілердің жол ашуымен, енді бір кілтім ертерек ашылса, солардың әсері болды. Соларды айтам мен ұстазым деп алғашқы. Замандастарымызда бір жүрген жігіттердің бәрі әжептәуір талантты, өзінің болмысы бар, өзінің шығармашылығының өзінің иісі бар, сонда жігіттер болды. Солардың бәрі мен алғашқы ұстазым деп қабылдаймын. Оқушы кезімізде бір газет журналдан, бір демелерден өзіңнің атыңды, өзің шығармаңды көргенді жақсы көресің ғой. Сон отырып мен жазып, бұрқыратып, жаңағы Жас түлек деген журнал болды, Ғылым бұлағы деген журналдар болды. Сондай журналдардың барлығына, бір шама журналдар болды, солардың барлығына мен бұрқыратып жолдай беретімін. Жынды адамша. Сол бір күні сол өлеңдерім біреуі адасып барып, Іле өрендері деген газетке шығыпты. Сол алғашқы шыққан өлеңім сол шығар. 2002-2003 жылдар болу керек. Мектептегі кезімде 7-8 сынып болу керек. Сол жаңағы Іле өрендерге мұғалім деген өлеңім шықты ғой, бір 10 жол ма, 7-8 жол. Сосын оның өзін жаңағы редакция әптен өзгерткен, жөндеген. Сосын енді күнде соған талпынып жүремін да, мен жаңа мектепте күнде поштасына барып, мектептің хат келетін жері бар, сол жерге барып, осы жерден маған бір қаламақы келетін құсап, жаңа дәмеленіп жүремін ғой. Сөйтіп ақыр ол келмеді. Сөйтіп алғашқы қаламақымды алмадым. 2013 жылы алғашқы кітабымыз шықты жазушы баспасынан. Сол кезде 30 000 теңге қаламақы берді, оның өзіне кітап алдық. Бірақ мен қаламақы деп есептемеймін оны. Ол өзі 30 000 теңге деген мысалға базарда жүрген саудагердің бір күндік табысына да жетпейтін нәрсе ғой. Сенің неше жылдық еңбегің, жүрек қаның тамған нәрсеге. Сондықтан алғашқы қаламақы жоқ екен менде. Алғашқы кітабымыз 3-ші курс оқып жүргенде 2013 жылы біздің апайымыз, ЕНУ-да сабақ берген ұстазымыз Жанат Әскербекқызының ықпалымен жазушы баспасынан Жас толқын сериясымен «Оқ жусан бір жарғанда» деген атпен шықты. Енді үлкен бір дүние не болған жоқ. Ол кітапты көшім өзім аздап ұялам. Бірақ дей тұрған менде студенттік кездегі бір белес, сол шақтың бір аяулы естелігі болып қалды деймін. Сын дегенде мен шығармашылығым туралы үлкен бір кәсіби деңгейде, классикалық деңгейде бір сын жазылған жоқ. Және мен ол деңгейде қызмет еттім, еңбек еттім деп те ойламаймын. Сол жаңағы алғашқы кітабымыз шыққанда қазақ әдебиетіне Бағашар Тұрсынбайұлы бір рецензия сипатындағы бір жақсы дүние жазды. Мен қазақ әдебиетінде тұңғыш атым сол кезде шықты. Кітабымның суретімен Бағаш өте жақсы жазды, сындарын айтты. Қазақ
поэзиясын, қазақ әдебиетін үлкен бір теңіз десек, үлкен бір айдын шалқар десек, соған өзінің лебімен бір жаңа бір мөлдір бұлақ келіп қосылды деп қазақ әдебиетінде сондай бір сөзді оқығанда мен қатты қуандым, тебірендім. Және сол алғашқысын мен есімде сондай бір ыстық күй кештім сол кезде. Махаббат, сезім, ғашықтық, құштарлық, жек көру, бұл Құдай тағаланың адамға берген бір үлкен нығметі ғой, мысалға. Мен алғашқы махаббат анау еді, мынау еді деп басын ашып айта алмайтын шығармын, бірақ ең маңыздысы мен үшін осы Құдай жаратқан дүниені 18 мың ғаламды жан-жануарға дейін, жәндікке дейін сол ең бір іриясыз, ең бір сұраусыз, ең бір таза іңкәр қалпындағы соларға деген алғашқы сезіміңді, алғашқы махаббатыңды, таза күйіңді сақтай алсаң, сол дүниенің бәрін алғашқы махаббатыңдай сүйе алсаң, сол ыстық қой деймін маған. Менің өлеңім ешқандай тілге аударылмаған. Керемет бір сыйладым деп айта алмаймын. Ондай дәстүрде жоқ екен біздің отбасымызда. Енді бала күнінде бір үйде бір отын жоқ болып қалып, сонда ешкімнің анамның тапсырусынсыз бір құшақ отынды арқалап келгенім бар. Сол кезде анамның қатты қуанғаны есімде қалды. Сосын ата мен апамның несінде өстім, тәрбиесінде. Соларға да айтпай бір тоғайдан томар қағып алып келгенім бар. Сол мысалға сыйлықтың үлкен кішісі болмайды ғой, сол алғашқы деп айтсақ егер сол болатын шығар. Алғашқы мүшері нақты есімде жоқ, бірақ ерекше бір мүшераны айтып беруге болатын шығар. 2011-12 жылдары Семейде Шәкәрім атындағы университет студенттер арасындағы республикалық жас ақындар мүшерасы өткізді. Сонда мен қатыстым, бас жүлде бұйырды. Сонда мен Семей жұртының сұңғылалығына, Семей жастарының сөз тыңдайтындығына, өлеңді қабылдайтынына қатты сүйсіндім. Сол кезде Жидебайда болдық, Абайдың басына тағзым еттік. Мен сол сахнада бір кәдімгідей екі иығыма қанат біткендей, осы шабыт деген нәрсені көзімен көріп, қолымен ұстап тұрғандай өлең оқыдым. Сол бір ең бір ыстық аяулы сәт, сол бір алғашқы ыстық мүшері болған шығар. Нағашымның қолында өстім ғой. Нағашы атамның, апамның солардың тәрбиесінде болдым. Кейін мен оқу жасыма келгенде өз үйіме қайттым. Сол кезде мынау каникулдың өзін айтпағанда сенбі жексенбі сайын сол нағашымның ауылына сапарлап кететінмін. Егер екі ауылдың арасы 15-20 шақырым, 20 шақырымдай ортада үлкен Қаба ауданынан өтеміз. Одан кейін Қаба деген үлкен өзеннен өтеміз. Ол өзенге малтаймыз. Жолда көп нәрселерді көресің, сезінесің. Сосын Қабадан өтіп жым-жырт аққайыңның арасымен орманға барып, сосын барып ауылға барып нететімін, табысатымын. Сапардың үлкен кішісі болмайды шығар, бірақ сол ең алғашқы сапар деп осыны айту керек шығар мен үшін. Мен енді ауылда жүргенде Алтайда біз мына Мұқағали туралы, Шәмші туралы бала кезімізде, оқушы кезімізде солар туралы естелікпен әбден ауырғанбыз оқып. Алматыны мен сол 70-80 жылдардағы Алматы деп қабылдағам. Сөйтіп санама пісіріп алғам. Алматы әппақ шашты анам менің басымды бауырына басатұғын деп ауылда жүріп сөйтіп сағынып өлең жазатынмын. Жазушылар одағы маған дүркіреп тұрғандай, Алматының көшелерінде сол ақындар күркіреп өлең оқып жүргендей сөйтіп әсерде қалып, сол махаббатпен, сол зармен, сол ынтықпен Алматыға келгем. Мен шекарадан өзі үлкен бір патриотпен немен өттім дей алмаймын. Мен шекарадан ақын болам деп қана өткем Алматыға барып. Сөйтіп мен көрген Алматы басқа болды. 2007 жыл қайда, ана өткен ғасыр қайда, мүлде уақыт өзгерген. Бірақ мен сол алғашқы Алматымен қалғам ғой.
Сондықтан мен көрген Алматы емес, менің санамдағы алғашқы Алматы маған ыстық. Елордаға 2009 жылы келдім күзде. Евразия ұлттық университетінің филология факультетіне оқуға түсіп, сұп-суық жаңбырмен қарсы алды, мұздай. Елорданы жақсы көрем, Астананы жақсы көрем. 10 жылдан бері осы қалада тұрып жатырмын, осы қалада өмір сүріп жатырмын. Бала шағам осында өмірге келді, жар сүйдік, бала сүйдік. Өмірімнің, жастық шағымның жартысы осында өтті, жүрегімнің жартысы осында қалды. Сондықтан бұл әсер жалғаса береді деп ойлаймын осылай қарай.